парламентте заң жүзінде осы темекімен, арақ ішумен күресіп отырған, соған тиісті нормаларды кіргізіп отырған мен өзім. 2009 жылы денсаулық сақтау кодексын қабылдаған кезде сол кезде мына ресторанда темекі шегуге, қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салу, подъездерде темекі шегуге тыйым салу, транспорттың ішінде темекі шегуге тыйым салу, ол менің нормаларым еді. Оның өзі бәрі оңай келген жоқ. Табачниктер деген олар сұмдық, алкоголь екен. Мына қарапайым менімен салыстырған кезде олардың алдында біз төгемеспіз дегенде, олардың қаржысы бар, олардың басқадай күші бар. Кімде қаржы бар, сонда күш болады. Бірақ дегенмен сол нормалар қабылданды. Қазір апрель айынан бастап, мысалы, сигареттің сыртында адамдардың әрді түсі, немесе өкпесі, басқа да суреткері болу керек. Осы темекі шегуден, арақ ішуден жаман ауруға ұшырағандардың белгісі. Сосын сол темекінің сыртында темекіге 18 улы зат кіреді екен. Басқа да заттары бар химиялы, бірақ 18 ядовитые канцерогенные вещества дейді. Енді Советхан аға біледі ол не. Соның ішінде аммиакты темекінің ішінде, мышьякты темекінің ішінде, ацетонды темекінің ішінде. Ацетон қараңызшы, красканы қалай ертіп сұйықтатып жібереді. А ол ішке түскен кезде не болады? Бізде үйретті, никотин убивает лошадь, а никотиннің не екенін ешқайсымыз ұстап та көрген жоқпыз, оны білмейміз. А ол ацетон, мышьяк, аммиактың қандай екендігін білеміз. Сондықтан соны сыртында қорапқа жазылуын біз талап еттік. Соны 2012-де енгізу керек еді. Ақыры арғарай оны созып, табачниктер ол кезде жеңді. Қазір енді осы уақыт біз апрель айы ертерек болса екен, оған дейін табачниктер тағы да бір әрекет жасап қоймаса екен дейміз. Біздің сыртымыздан анау Мусин администрацияның басшысы, қазіргі біздің әріптесіміз Ақ жол партиясының жетекшісі Перуашев. Ол кезде атамекенді басқарады, ол деген бизнесті қолдайды. Біздің үстімізден арыз жазып отыр. Исимбаева, Сейтмағамбетова, Сабельянов, қараңыздар мұны, шақ адамбыз сонда. Осындай ол они лоббируют. Мен айтым, сен табачниктерді лоббируешь. А біз кімді? Біз осы қарапайым халықтың мүддесі, бізде басқа бизнесте жоқ, ештеңке де жоқ. Тек осы жастарымыздың осындай әдеттен алыстау болса деп. Әйтпесе не? Кез келген біздің Астанада Нұрсаяда тұрамыз. Бір үйде бір екі-үш не бар, асхана бар. Жанынан өтіп баратқан кезде парикмахерскийдің алдында тұрған қыздар темекіні шегіп бұрқырады. Асхананың жанында сол жерде жұмыс жасайды, сыртында тұрған қыздар темекіні бұрқыратып шегіп. Қазір кальян деген пәле болды. Біздің енді өзіміздің кодекс келеді бізге, соған қайткенде де соны енгізіп, сол кальян шегуге тыйым саламыз деп отырмыз ресторандарда, басқада. Ресторанға барды, біреудің бір туған күніне темекі шекпейді. Бірақ бүкіл екі этажын кальян алып келді. Кальяны есі деген сұмдық екен, ол жерде отырамайсың. Ана кішкентай балалар барды, олар деген құсып ана жерде жүрегі көтеріліп. Сосын біз шығып кеттік, бірақ сол кальянды да шегіп отқан кімдер? Осы өздеріңіз сияқты жастар. Олар ойлайды, осы керемет қазіргі заманға, если я буду курить кальян или табак, я буду крутой или там клёвый. Вот если, чтобы быть современным, надо обязательно курить. Это обман. Это обман. А бірақ сол арқылы сіздер денсаулықты ортасыздар. Сондықтан, а сіздер сол денсаулықты құртпау үшін біз заң жүзінде барлық жерде тыйым салып отырмыз. Қазір бір заңды біз ұсындық, өзіміз жазып шықтық. Алдан Смайыл жаңа, Сейтмағамбетова, мен, Бычкова деген бір 4-5 депутат. О защите детей от негативного воздействия средств массовой информации. Біздің ақпараттық құралдарда балалардың денсаулығына зиян келетін қаншама нәрселер. Ана ұрып соғып өлтіруді көрсететін фильмдерден бастап интернетпен аяқтар. Біз соған тыйым салатындай нормаларды кіргізіп, заңды жазып шығып отырмыз. Бірақ оған деген бүкіл ақпарат құралдары қарсы. Бүкіл интернетті басқарып отқан сайттың басшыларының бәрі қарсы оған. Себебі бұның бәрі ақша ғой. Олар ақша табуын ойлайды. Біз балалардың денің сау болғанын ойлаймыз. Мінекей осындай ол
жұмыстар атқарылып отыр. Ал енді сіздің сұрағыңызға келгенде, бұл 1 жыл бойына талқыланып жатқан мәселе. Жалпы бізде Марченко айтты 63 жасқа дейін деп. Біз Абдықалықова министр болған кезде комитетке шақырып, біздің комитетті басқарып отырған Дариға Нұрсұлтанқызы комитетке шақырып, ол кісіге осы сұрақты қойғанбыз. Сіз бізге нақты айтыңыз, бола ма, болмай ма? Әйелдердің пенсияға шығу жасы көбейту мәселесін деп. Біз өзіміздің оған түбегейлі қарсылығымызды білдіргенбіз. Себебі әркімнің жағдайы әртүрлі. Анау ауылдағы әйелдерді ауыр жұмыс жасап жүрген, оны 63-ке дейін міндетті түрде жұмыс істеуін керек деп сөйлегеніміз енді мүлдем обал болады ғой деп. Ал бірақ қазіргі таңда мен не айтамын? Айтатынымыз екі нәрсе. Біріншіден, пенсия жүйесін реформа жасау керек екендігін елбасы тапсырған. Июль айына дейін жасау керек еді өкімет. Осы әлі оны жасап бітірген жоқ. Бұл себебі өте енді күрделі, бұл да қаражатқа тірелетін мәселе. Кезінде пенсиялық жүйені біз накопительная система, солидарная система дегенді анау Чилиден алғанбыз. Чили өзі одан бас тартты кейін. Ал біз әлі сонымен келдік, қашан пенсия жүйесі бізде әбден құлдырап болғанша. Енді қазір оны өзгертеді.